Сәлем қыздар, бүгінгі видеода мен қарайған алмалармен өте дәмді болып шығатын компот жасап көрсететін боламын. Егер де үйде қарайған алмаларыңыз бар болса, оны тастауға асықпай, менің рецептіммен компот жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ол үшін барлық алмаларды жақсылап жуып алып, оны видеодағыдай жіңішкелеп турап аламыз. Егер де алманың қарайған бөліктері көп болатын болса, оларды тастамай барлығын турай берсек те болады. Туралған алманы кастрюльге салып, оны үстіне су құямыз. Суды алманы бетін жапқанша, яғни кастрюль толғанша құюымыз керек. Кастрюлімізді отқа қойып, бетін жауып, жақсылап қайнатып аламыз. Қайнаған компотымызға шекер және каркаденің 5-6 данасын салып, жақсылап араластырамыз. Бетін қайта жауып, тағы да 5-10 минутқа қайнатып шығамыз. Содан кейін біздің компотымыз дайын болады. Қыздарына бүгінгі біздің қарайған алмадан жасаған компотымыз дайын болды. Бұны бетін ашып, кішкене суытып аламыз. Одан кейін кез келген өзіміздің ыдыстарымызға, яғни графинге құйып, балаларымызға беріп қуансақ болады. Егер де рецепт ұнаса, алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау аман болыңыздар.